Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қатпарлы қаттаманы жасап көреміз. Дәмді әрі осылай жұмсақ етіп жасалу жолын менің каналымнан көріңіздер. Бізге керекті ұн және су, суымызға 1 қасық тұз және 1 қасық сұйық май құйып араластырып аламыз. Енді ұнымыздың үстіне дайын болған суымызды құйып, жақсылап илеп аламыз. Осылай жұмсақ қамыр шығады. Жұмсақ қамырымызды арнайы ыдысқа салып, бетін жауып, 5 минутқа қоямыз. Одан кейін пиязымызды ұзынша етіп тураймыз. Менде 2 күлше болғандықтан 2 пияз қостым, ал сіздер 3 немесе 4 пияз қосуларыңызға болады. Пиязымызды турап болғаннан кейін қызып тұрған табадағы майымызға пиязымызды қуырамыз. Пиязымыздың бетіне тұз саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Осылайынан жақсылап қуыруымыз қажет. Енді илеп қойған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке бөлген қамырымыздың 1 бөлігін қойып, екінші бөлігін жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін қуырылған пиязымызды қамырымыздың үстіне салып, жақсылап жайып шығамыз. Одан кейін қамырымызды бір шетінен бастап орап шығамыз. Қамырымызды орап болғаннан кейін дәл видеода көрсетілгендей етіп ораңыз. Енді осы оралған қамырдың үстін оқтаумен жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін табамызға салып, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып алғаннан кейін бетіне мак немесе күнжіт себуімізге болады. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Мінекей біздің қатпарлы қаптамамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Жұмсақ әрі тез, оңай жасалады. Сіз де жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.